Жұмыс өте маңызды, әрі ешқашан сақтықты жоғалтпауды талап етеді. Әсіресе сен бала бағушы болсаң. Бұл жылан көлеңке іздеп балалар жатқан інге бет алды. Оның уы аса улы. Жас аналық дабыл қағып, топты жұмылдыруға белгі береді. Себебі жалғыз өзі жыланға қарсы тұра алмайды. Абырой болғанда жылан іннің аузына тоқтады. Ал сурикаттарға уақыт жоғалтуға болмайды. Олардың нақты жоспары бар. Бір топ жыланның назарын өзіне аударып жатқанда, екінші топ басқа кіреберіс арқылы балаларды қауіпсіз жерге көшіруге кіріседі. Бұл аса нәзік операция. Балалар тым жас әрі қорғансыз. Жоғары деңгейде үйлесімді әрекет ететін 2-3 ересек сурикат аса қауіпті миссияны орындайды. Бұл шешуші сәт. Әлсіз 4 баланы құтқару керек. Сурикат балаларының жартысына жуығы 1 жасқа жетпей қырылып қалады. Бала бағушының дер кезінде берген дабылы мен топ мүшелерінің үйлесімді іс-қимылының арқасында балалар іннің жаңа бөлігіне аман-есен жеткізіледі. Табиғаттағы бұл көрініс халқымыздың бірлігі мықтыны жау алмайды деген мақалындағы ауызбіршілік пен ынтымақтың биологиялық шындық ретінде де өмір сүретінін айқын көрсетеді. Табиғатта да, қоғамда да сыртқы жаудан сақтану үшін ұйымшыл болу керек. Сурикаттар арасында өзінің жеке басының мүддесін іске асырады. Мысалы, сурикаттар жер қазып, тәтті жәндіктерді тауып жатқанда, дронға жалған дабыл қағып, жыртқыш келе жатыр деп айғай салады. Сурикаттар қауіптен сақтанып, індеріне қарай қашады. Сол кезде дронға олардың тапқан тамағын ұрлап үлгереді. Бұл әрекет таза есеппен жасалған тактикалық алдау. Бірақ дронға жалған дабылын тым жиі қайталай берсе, сурикаттар бұл айғайға сенуден қалады. Тағы да өтірік айғайлап жатыр деп мән бермейді. Міне, дәл осы сәтте дронго ең қу тәсілге барады. Ол сурикаттың дауысын салып дабыл қағады. Сурикаттардың тілінде бұл қашыңдар дегенді білдіреді. Сосын тағы да олардың тәтті тағамын ұрлайды. Бұл жай ғана дыбысты көшіру емес, саналы түрде ақпараттық манипуляция. Ғалымдар дронго құсының 30-дан астам түрлі дыбысты айнытпай салып, әрқайсысын нақты жағдайға байланысты қолданатынын анықтаған.